саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы клинкерлі байланыстырғыш негізіндегі бетондарды қолданудың экономикалық маңызы. Клинкер дегеніміз не? Клинкер цемент өндірісіндегі аралық өнім, әк және сазды немесе осыларға жалпы сусымалы құрамы және жеткілікті қызметі ұқсас басқа да материалдарды Цельсий бойынша 1450 градусқа дейін қыздырғанда ішінара балқыту жүреді және клинкердің түйіршіктері түзіледі. Цементті өндіру үшін клинкерді бірнеше процент гипспен араластырады да ұсақтап уатады. Гипс ұстасу жылдамдығын басқарады. Оны кальций сульфатының басқа формалармен ауыстыруға да болады. Клинкердің маңызды 4 фазасы бар: алит, белит, алюминатты фаза, алюмоферритті фаза. Алдарыңыздағы слайдта клинкерлі байланыстырғыштың көріністерін тамашалай аласыздар. Қазақстан Республикасы құрылыс жұмыстарының орасан күрделі бағдарлама орындалуына орай арналған негізгі шешімі барлық құрылыстағы материалдық техникалық базасы мен құрылыс материалдары өндірісін толық жетілдіру және дамыту болып табылады. Цемент өндірісінің артуы түрлі өнеркәсіп пен құрылысқа қажеттілігі мен маңыздылығы ескеріліп отыр. Сонымен қатар жоғары сапалы портланд цементті үнемділік жасауға, жергілікті шикізат негізінде цементті қолдану, экономикалық мақсатқа лайықты және көптеген құрылыс жұмыстарына техникалық мүмкіндік береді. Қазіргі бетондарда байланыстырғыш заттар бағасы бетон дайындау барысында барлық материалдардың жалпы бағасының орташа 40-50% құрайды. Техник-экономикалық қатынастың тиімділігіне байланыстырғыш заттарды қолдануға және мәселелерді таңдауға байланысты болады. Өнеркәсіп қалдықтарын қолдану мен жергілікті шикізат негізінде байланыстырғыш заттар алу — бұл электр энергиясы мен отынды шикізат шығынын барынша үнемдеу болып табылады. 20 ғасырдың басы және аяғында 19 ғасырдың 70 жылдары Ресейде домналық күйінділердің зерттеуі басталды. Біздің елімізде шлакопортланд цемент пен жергілікті шикізат негізінде байланыстырғыш зат өндірісін ұйымдастыру жүрді. Профессор Глуховский басшылығымен клинкерсіз байланыстырғыш облысында зерттеушілермен кең зерттеулер жүргізілді. Олармен шлакты сілтілі байланыстырғыш және өндірісте аралас сілтілі жерлі байланыстырғыш жүйесін ұсынған. Сонымен қатар Алексеев, Семенов, Макашев, Ращук, Чернышев, Невелев, Юнга портланд цементті құммен ұсақтау, одан әрі бетон араластырғыштағы құмды портланд цементке суды қоймалжың суспензия түрінде трепел қосуды ұсынды. Олар атап айтқанда инертті қоспалардың сапасын ең алдымен күйінділерде, өнеркәсіп қалдықтарында, тау жыныстарының шөгінділерінде қажетті мүмкіндікте пайдалануын анықтады. Жергілікті шикізат негізінде байланыстырғыштарды қолдануға жоғарғы техник-экономикалық тиімділігі үлкен көңіл аудартады. Үлкен күрделі шығындарсыз жергілікті шикізат негізінде цементтердің технологиялары кәсіпорындардың жылдам жасау мүмкіншілігіне қарай қабылдап және оны алудың жоғары сапалы арзан өнім арқылы қорытындыға келуге болады және өнеркәсіп қалдықтарын қолданып жоғары беріктікті аз клинкерлі байланыстырғыш затты өндіріске және құрылысқа енгізумен өте жақын уақытта кең тарауын қажет етеді. Осы цементті клинкерді соққылық шарлық диірмендерде жаншып ұсақтау арқылы алуға болады. Оның өзінің арнайы технологиялары бар.